Әбіш Кекілбайұлының бәйгеторы әңгімесінде сезім мүшелерінің әсіресе иіс, дәм және дауыс сияқты ерекше сөз қолданулары көп көңіл бөлінген. Әңгіме бойында автор жылқының сезімдерін, түйсіктерін айқын әрі терең бейнелеп, оған сәйкес келетін тілдік құралдарды қолданған. Мысалы, иіс сезімінің қолданылуы айрықша орын алады. Жылқының қоршаған ортадағы иістерді қабылдауы мен осы иістерге деген реакция шығарманың басты құрылымына айналған. Әңгіме барысында бәйгеторының түрлі иістерге қатысты сезімдері арқылы оның жан дүниесі, эмоциялары өте нәзік суреттеледі. Иіс сезуі. Бұл бөлімде бәйгеторының иіс сезуі арқылы оның айналасындағы дүниені қабылдауы көрсетіледі. Әрбір иіс жылқының өміріндегі маңызды элемент ретінде қолданылған. Таныс иістер, бөгде иістер, жағымсыз иістер және жағымды иістер әртүрлі деңгейде бәйгеторының ішкі дүниесін, эмоциялық жағдайын ашып береді. Мысалы, сейістің иісі немесе шабдар биенің таныс иісі бәйгеторы үшін жайлы әрі жылы қабылданса, күшті иіс, жиіркенішті иіс сияқты бейнелер оның көңіл күйіндегі кері әсерлерді көрсетеді. Бейнелі табиғи иістер. Әбіш Кекілбайұлының шығармасындағы табиғаттың иісі көп кездеседі. Мұндай иістер бәйгеторының көңіл күйін, оның табиғатпен байланысын, яғни оның болмысын көрсететін құралға айналады. Табиғи иістердің шебер қолданылысы бәйгеторының сезімін, оның табиғатпен үндестігін айқындайды. Жан күйін сипаттайтын иістер. Бәйгеторының өміріндегі маңызды сәттерді көрсету үшін иістер қолданылған. Мысалы, тарының иісі немесе саумалдың иісі. Бұл жылқының балалық шағымен, оның енесімен байланысын білдіреді. Осы иістер арқылы оның жүрегіндегі ескі сезімдер, өткен өмірі мен балалық шақтағы естеліктері қайта жаңғыртылады. Әбіш Кекілбайұлының бәйгеторы шығармасындағы иіс, дәм, дауыс сияқты сезімдер мен олардың сөз қолданысы оқырманды терең ойға батырып, жануардың ішкі сезімдерін адамша жеткізу арқылы ерекше әдеби көркемдікке ие болады.